Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі пәнінің 6 сыныпқа арналған тест тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бірінші мәтін шахмат үйірмесі. Ағам жастайынан шахмат ойынына құмар болып өсті. Мектебіміздегі шахмат үйірмесіне қатысып, жарыстарда көзге түсе бастады. Ол күн сайын 3-4 сағат уақытын шахмат ойнауға арнайды. Оның арманы болашақта шахмат ойынының шебері болу. Шахмат адамның ой өрісін дамытады, сондай-ақ шыдамдылық, ұстамдылық қасиеттерді талап етеді. Ағам өзінің уақытын босқа өткізбей, өзіне ұнайтын іске арнады. Ол әрбір жеңісін мақтан тұтады және болашақта шахмат шебері болатынына сенімді. Енді бірінші сұраққа назар аударайық. Жалған ақпаратты белгілеңіз. Ағам шахмат үйірмесіне қатысып, жарыстарда көзге түсті. Бұл рас. Ағам өзінің әрбір жеңісін мақтан тұтады. Бұл да дұрыс. Ағам өзінің уақытын өзіне ұнамайтын іске арнайды. Бұл қате. Мәтінде өзіне ұнайтын іске арнаған. Келесі, ағам уақытын босқа өткізбейді. Бұл да дұрыс. Демек, С нұсқасы. Екінші сұрақ, асты сызылған сөздің орнына қай сөзді қоюға болмайды? Мәтіндегі асты сызылған сөз ұнайтын сөзі, демек жағымсыз. Қалғанның бәрі мағыналас сөздер. Д нұсқасы. Үшінші сұрақ, ағасының арманы. Ағасының арманы мәтінде белгіленгендей шахмат ойынның шебері болу. Демек, С нұсқасы. Төртінші сұрақ, жеңіс сөзінің антонимін көрсет. Антоним дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Жеңіс сөзінің антонимі жеңіліс. Қарамен берілген сөздің орнына қай сөзді қоюға болады? Мәтінде байқасаңыздар, босқа сөзін қарамен қошап қойдық. Демек, қай сөзді қоюға болады? Бекер. С нұсқасы. Қалған сөздердің бәрі мағынасымен сәйкес келмейді. Алтыншы сұрақ, мәтіндегі деген кім? Яғни оның деп тұрғаны кім мәтіндегі? Мәтіндегі оның деген ағасы, себебі ағасы жайлы айтып жатыр. Екінші мәтінге кезек берейік. Жер шоқтығы атанған көрікті Көкшетаудың ең бір әсем жанға шипалы өңірі. Осы төңіректегі атаулар Бурабай көлінің даңқымен көпке танымал болған. Бурабай көлі емдік қасиетімен әрі әсем табиғатымен ерекшеленеді. Көл теңіз деңгейінен 320,6 метр биіктікте. Қыратта тектоникалық ойыста табиғи тұрғыда пайда болған бұл көлдің ұзындығы 4,5 километр, ені 3,9 километр. Едәуір терең, орташа алғанда 4,5 метрден ең тереңі 7 метрге дейін барады. Суы таза, тұщы, жұмсақ, тұнықтығы сондай, түбі және ондағы жәндіктер анық көрінеді. Еш қайда қосылмайтын тұйық көл болғанымен, ағорта, алабұға, сазан, табан, шортан деген балықтар өседі. Қарағайлы қайыңды орман, көкшенің шоқыралары, аңыз болған жұмбақтас, біріне-бірі жақын жатқан Көкшетаудың 80 көлінің бір үзікті тізбегі шортанды, үлкен шабақты, кіші шабақты, Қотыркөл, Жөкей, Бурабай болып, тұтастай осы өңірге ерекше сипат береді. Мұнда дүниенің көп еліне аты мәлім Бурабай, оқжетпес демалыс және сауықтандыру орындары бар. Бурабай демалыс орны тұрғысында 1810 жылдан мәлім бола бастаған. 1910 жылы қымызбен емдеу сауықтыру орны ашылған. 1920 жылдан мемлекеттік маңызы бар демалыс орнына айналған. Тәуелсіз ел болғалы, іргесіне Астана келгелі Бурабай көлінің, мұндағы демалыс орындарының маңызы бұрынғыдан да арта түскен. Жақсы жол салынып, демалыс үйлері жақсартылып, қызмет көрсету жағдайы жақсартылған. Бурабай көлі географиялық атау болса, мұндағы сауықтыру орны Бурабай курорты деп аталады. Мекеннің тұрған жері Ақмола облысына қарасты Шортанды қаласынан 20 шақырымдай қашықтықтағы Бурабай көлінің жағасында. Абылай алаңы, Оқжетпес, Бурабай кенті, Бурабай қорымы деп аталатын тарихи мәдени орындар бар. Жетінші сұрақ, Бурабай демалыс орны тұрғысында қай жылдан мәлім бола бастады? Үшінші абзацқа қарасаңыздар, бірінші сөйлемде 1810 жылдан бастап мәлім бола бастаған. Демек, А жауап. Сегізінші сұрақ, нешінші азат жолда Бурабай көліне сипаттама берілген? Бірінші және төртінші, себебі қалған абзацтарда жалпы табиғаты туралы сипаттама берілген. С нұсқасы.
9-шы сұрақ. Көкшетауда аңыз болған мекен. Екінші азат жолда берілгендей, аңыз болған мекен жұмбақ тас. В нұсқасы. Бурабай көлінің ең терең жері неше метрге дейін барады? Бірінші азат жолда берілгендей, ең тереңі 7 метрге дейін барады, демек, С нұсқасы. Кезекті үшінші мәтінге берейік. Кез келгенде мүйіздей беретін сүзеген бұқа байқаусызда құдыққа түсіп кетіпті. Құдықтың ішін бар перменімен сүзгілеп, топырағымен айналғанын, өзінің бекерден бекер өлерін бұқа біліпті. Біреу болмаса біреу құдықтан мені шығарып алар деп, бар пәрменінше өкіріпті. Мұның бақытына қарай жақын арада бір қойшы бір топ жайып жүр екен. Мұның даусын естіп, қойлар мен қойшы жүгіріп келеді. Шырақтарым, қарақтарым, шығарып алсаңдаршы деп, бұларға әдеппен, ибалықпен жалынып бұқа сөйлей бастайды. Мені жазасыз, кінәсіз өлтірмеңдерші, ғұмырымда жанға жамандық ойлап, қас қылмаушы едім. Менің мінезімнің жақсылығы Зеңгі бабаға мәлім. Достарым, қарақтарым, мені шығарып алыңдаршы. Өлгенімше сол жақсылықтарыңды ұмытпаспын дейді. Бұқа жалынып жалбарынып. Қойлар бұқаны құдықтан шығарып алып, жақсылығын көрейік дейді қойшы. Бейшараны шығарсақ шығарып алайық дейді қойларды. Сөйтіп, мүйізді мырзаны құдықтан шығарып алады. Демімді алып, есімді жиған соң, сіздерге тәңір жарылқасын айтып, сый көрсетемін дейді бұқа ентігіп. Бірақ ажалдан құтылып, есін жиып алған соң, айдайын деп келген қойшыға сен өлтірейін деп өкіріп тап беріпті. 11-ші сұрақ. Қойшы бұқаны қалай байқады? Бірінші абзацқа назар аударсаңыздар, қойшы мен қойлары бұқаның даусын естиді. Демек, С нұсқасы, яғни даусын естіді. Келесі сұрақ. Көп нүктенің орнына қандай сөз қойылады? Сиыр, жылқы, түйе немесе қой. Мәтінге назар аударсаңыздар, бірінші азат жолда даусын естіп, қойлар мен қойшы деп тұр. Демек, көп нүктенің орнына қой болады. Келесі 13-ші сұрақ. Қайсысы мәтінге сәйкес? Бұқа ешкімге жамандық ойламайды, қойшы жақсылық жасаушы. Әрине тек екіншісі, себебі мәтінге сәйкес ең соңында бұқа өлтіріп жібереді, ал осы жерден бұқаның арам ойын байқауға болады. Ал қойшы оны керісінше жақсылық жасап, құдықтан құтқарып алады. Сол себепті тек екіншісі, Д нұсқасы. 14-ші сұрақ. Зеңгі баба 4 түлік малдың қайсысының пірі? Әр 4 түлік малдың өзінің пірі бар. Сол сияқты Зеңгі баба сиырдың пірі. Мәтінге сәйкес бұқа сараң, себебі сен өлтірейін деп өкіріп тап беріпті деген жерінен байқауға болады. 4-ші мәтін. Бірде Әлидің ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып, малақайын лақтырып жіберіп, бір күнімді жоғалтып алдым дейді. Досы кеткеннен кейін Әли ағасынан, күнді жоғалтып алу мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалған істер мен тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді деп жауабын ары қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамаған немесе көп білуге әрекеттенбеген күні болса, онда ол бос өткен жоғалып, жоқ санатында есептелетін күн деп аталады. Сол күннен кейін Әли ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында бұл күнім босқа өткен жоқ па, мен оны жоғалтып алған жоқпын ба деп сұрайтын еді. 16-ші сұрақ. Мәтін бойынша күндер қалай ерекшеленеді? Мәтінге берілген ақпарат бойынша күндер бір-бірімен жасалған істер мен тындырылған әрекетке байланысты ерекшеленеді. С нұсқасы. Соңғы сөйлемдердегі бұл күнім босқа өткен жоқ па деп өзінен сұрайтын байқауға болады. Демек, А нұсқасы. 18-ші сұрақ. Әлидің үйіне кім келді? Мәтіннің басында жазылғандай, үйге Әлидің ағасының досы келеді. А нұсқасы. 19-ші сұрақ. Мәтін оқырманға не үйретеді? Әрине уақыт құндылығы жайлы әңгіме болды, сол себепті де С нұсқасы. Соңғы сұрақ. Қарамен жазылған сөзге қарама-қайшы сөзді табыңыз.
Мәтіндегі қарамен жазылған сөз жоғалтып алу сөзі, қарама-қайшы мағына тауып алу нұсқасы. Құрметті оқушылар, осымен бүгінге берілген тесттің талдау тапсырмалары аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет.